Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 61-ші сабақты өтетін боламыз. Сабақ сіздерге түсінікті болып жатса, сұрақтарыңыз болып жатса, комментарий бөліміне жазыңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламыз. 61-ші сабақ өзіңді тексер. Бірінші жаттығу. Тиісті тыныс белгілерін қойып, өлеңді көшіріп жаз. Өлеңнің тақырыбы бу мен су. Бу шыға ма судан, су шыға ма будан, кім айтады кәне, қайсысы бұрын туған. Бұл жерде балалар бірінші, екінші жол өлеңнің бізде сұрау белгісі болып тұрғаннан кейін сұрақ белгісін қоямыз. Ал төртінші жол бізде жаңағы өлеңнің соңғы сөйлемі, ол жерде ой аяқталып тұрғаннан кейін міндетті түрде нүкте қоятын боламыз, иә? Олай болса, екінші тапсырмаға көшейік, балалар. Екінші жаттығу сөйлемдерді сөйлем түрлерінің атауымен сәйкестендір. Бұл жерде бізде балалар сөйлемдер берген, соны біз осы сөйлемнің түрлеріне сәйкестендіреміз, иә? Бірінші сөйлем бізде жапырақ неге сарғаяды? Бұл бізде сұрап тұрғаннан кейін сұраулы сөйлем болады, иә? Сұраулы сөйлемнің соңында міндетті түрде сұрақ белгісі қойылады. Біз осы тыныс белгілі арқылы біле аламыз. Өркенің өссін, қарағым. Бұл бізде лепті сөйлем, иә? Түлкінің күшігін не дейді? Бұны бізде сұрап тұр. Әрине, сұраулы сөйлем болады. Бүгін жаңбыр жауды. Хабарлы сөйлем, иә? Жаңалықты бізге хабарлап тұр, иә, балалар? Алматы қандай әдемі? Бұл лепті сөйлем. Соңында леп белгісі қойылған, иә? Керектің мойны ұзын. Бұл бізде әрине хабарлы сөйлем. Балалар, сіздерге осы сөйлем түрлерін ажырату түсінікті болатын болса, келесі үшінші жаттығуға көшеміз. Үшінші жаттығу. Көп нүктенің орнына сын сипатты білдіретін сөздерді қойып, мәтінді көшіріп жаз. Көрікті Алатау аясындағы мемлекеттік қорықта түрлі хайуанаттар тіршілік етеді. Солардың бірі марал. Маралдың түсі көп нүкте қойылған. Осы көп нүктеге біз қазір керекті жаңағы сөздерді қоятын боламыз. Қоңыр, дене бітімі ірі, мүйізі қатты. Осы үш сөзді қойдық, иә? Маралдың мүйізінен әртүрлі дәрі-дәрмек жасалады. Марал пайдалы жануар. Қарамен жазылған сөйлемдегі сөздердің байланысын сызбамен көрсет. Бұл жерде бізде балалар қарамен жазылған сөйлем, ол марал пайдалы жануар болатын. Енді бұларды байланыстыратын болсақ, марал пайдалы. Не пайдалы? Марал пайдалы. Марал қандай? Пайдалы. Пайдалы жануар. Не? Жануар. Мәтін түрлеріне сәйкес сызбаның көмегімен әр бөлікке сұрақ қой. Марал қайда тіршілік етеді? Енді балалар, біз ары қарай екінші, үшінші сұрақты жалғастырамыз, иә? Маралдың түсі қандай? Марал неліктен пайдалы жануар? Мінекей балалар, біздің үш сұрағымызда осылай толықты, иә? Сіздерге түсінікті болатын болса, келесі жаттығуға көшеміз. Төртінші жаттығу, мәтінді мұқият тыңда. Кемел тыным таппай есік алдында сырғанақ жасады. Оған шелекпен тасып су құйды. Ертеңінде тұра сала сырғанаққа қарай жүгірді. Міне қызық, көршінің балалары сырғанақта асыр салып ойнап жүр. Кемелдің іші күйіп кетті. Бәрің де кетіңдер, бұл менің сырғанағым, деп төмпешіктің қасына келіп бар даусымен айғай салды. Ойнап жүрген балалар состиып тұра қалған. Кәнеки, кетіңдер, деді ол тіпті қаһарланып. Сырғанағыңды аяйсың ба? Кеше айтсаң көмектесер едік, деді балалар жан-жақтан шуылдап. Кемел балалардың жалынғанына қарамай оларды қуа бастады. Балалар үйді-үйлеріне тарап кетті. Кемел сырғанақ тебуге емін-еркін кірісті. Алғашында қызық сияқты еді.
бірте-бірте жалыға бастады. Біраздан кейін жалғыз ойнауға мүлдем зауқы соқпады. Сөйтіп, үйіне көңілсіз оралды. Мәтіннің авторы Толымбек Әбдірайым. Енді балалар осы мәтінге байланысты бізге сұрақтар берген екен, сол сұрақтарға жауап беріп көрейік. Бірінші сұрақ: Кемелдің іс-әрекетіне қалай қарайсың? Балалар, Кемел бұл жерде өзінің жасаған сырғанағын қызғанды, менің ойымша ол дұрыс жасамады, себебі ол өзінің жасаған жаңағы сырғанағын қызғанып, соңында не болды? Соңында жалғыз өзі ойнағысы келмей, көңілсіз болып үйіне кірді. Балалар, сіздер де өздеріңіздің жаңағы заттарыңызды, сырғанақтарыңызды қызғанбағандарыңыз жөн, достарыңызбен бөлісіп, әрдайым бөлісіп ойнап, бөлісіп жеп жүрсеңіздер заттарыңызды, әрдайым қызық болмақшы. Екінші сұрақ: мәтіннің мазмұны бойынша қандай ой түйдің? Кез келген ойынды балалар жалғыз ойнағаннан достарымен бөлісіп ойнаған өте қызықты болады. Атам қазақ жалғыздың үні шықпас деп бекер айтпаған, сондықтан да балалар, неғұрлым достарыңызбен бірге бөлісіп, бірге ойнайтын болсаңыздар, соғұрлым сіздерге өте қызықты және де ойын ұнайтын болады. Олай болса, балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Берілген жоспар мен тірек сөздерді пайдаланып, мәтіннің мазмұнын жаз. Жоспары және де тірек сөздер берілген, бізде. Жоспар бізде: Кемелдің сырғанағы, күтпеген оқиға, Кемелдің әрекеті, көңілсіз ойын. Тірек сөздері: Кемел, сырғанақ жасау, көрші балалар, асыр салып ойнау, ашулану, жалыну, көңілсіз оралу. Енді Кемел тыным таппай еңбектеніп сырғанақ жасады. Осылай құраймыз, сөйлемді. Ертесі күні таңертең сырғанаққа барса, көрші балалар асыр салып ойнап жүр екен. Сырғанақта ойнап жүрген балаларды көрген Кемел оларға қатты ашуланды. Ал көрші балалар бірге ойнауын жалынып өтінді. Кемел тыңдамай, оларды қуып жіберді. Үлкен сырғанақта ойнау алғашында қызық болғанымен, бірте-бірте келе жалғыз өзі жалығып, үйіне көңілсіз оралды. Мінекей балалар, біздің сабағымыз осымен аяқталды. Сіздерге сабақ қызық болатын болса, арнаға тіркеліп қойыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау-саламатта болыңыздар.